Мастер спорта по мошенничеству деймін. Ол алаяқтар сізді алаяқтан құтқарамын деп алдайды да өздері. Орган қызметкері. Алаяқсың ғой сен, мен телефон қайдан білдің, ұрысып атқанын ұстап. Телефон WhatsApp арқылы спецоперация жүргізбейді. Жоқ, ана кирпич болып қалады кәдімгі. Если вы не можете оплатить услуги адвокатов, то государство... Сәлем, қош келдіңіздер. Көргеніме қуаныштымын. Біз өзіміздің бүгінгі видео подкастымызды бастаймыз. Бүгін бізде қонақта Рүстем Есеттаев, ішкі істер министрлігінің киберқылмысқа қарсы күрес орталығының бастығының орынбасары, полиция полковнигі. Қош келдіңіз аға. Мади Бағдат, Қарағанды облысы полиция департаменті киберқылмысқа қарсы күрес бөлімінің бастығы, полиция майоры, көрген қуаныштымыз, және Уайс Ерекеш, ішкі істер органдарының зейнеткері, ардагері, полиция полковнигі. Қош келдіңіздер, көргеніме қуаныштымын. Бүгін осы интернет алаяқтық тақырыбында әңгіме өрбітетін боламыз. Сіздер осы салада жұмыс істегендіктен күніне бір орта есеппен енді статистикаға жүгінсек, осы қылмыс бойынша осы салада қанша бір қоңырау түседі? 4 айда 6 мың. 4 айда 6 мың? 6 мың қылмыс тіркелді. Сонда айында 1,5 қылмыс, күніне бір 50 қылмыс тіркеледі. Бір өзім мысалдан бастағым келіп отыр. Осыдан бір 3 жыл бұрын шығар енді. 3 жыл бұрын мен осы бір қазір енді бәріміз Apple iPhone ұстаймыз ғой. Не үшін iPhone ұстаймыз? Енді iPhone-ның кәдімгі секреттері мықты, бұны кәдімгі қолдануға ыңғайлы дейміз да. Бір кәдімгі безопасный телефон деп ұстаймыз. Осы iPhone 7 Plus болды менде, сосын мен 10 сатып алдым. Енді модель көшеміз ғой енді. Жаңартамыз. OLX-қа объявление берем. Бір әйел адам жазады, сәлеметсіз бе, осылай мен сіздің орысша, мен сіздің айфоныңызды алайын деген, осылай, мен саудаласады ғой кісі. Мен 180 берсем, ол 180-ге бер дейді. Мен енді біраз саудаласы да жарайды, ала бер дедім де, кел дедім. Айтады, мен келмес бұрын дейді де, iCloud-қа кіреміз ғой. iCloud-қа кіріңізші дейді де, өйткені менің iCloud-ым кейбір телефондарға кірілмейді дейді де. Кіріңіз, егер кірсе, бәрі дұрыс болса, мен жарты сағаттан алып кетемін дейді. Енді ойда еш арамой жоқ. Аламда кірем iPhone-ның iCloud-ына, кіргеннен кейін телефон өшіп қалады. Жоқ, ана кирпич болып қалады кәдімгідей. Мәде бір кезде өзі жазады деген. Егер маған қазір дөрекі жазсаң, болмаса бірдеме істесең, мен сенің iPhone-ыңды вообще ештеңе қайтармаймын, осы кирпич өзінде қалады дейді. Дәл қазір маған 15 мың теңге ақша жібер дейді. Мен хотя 10 мың жіберейін енді, осылай студент ол кезде. Жарайды енді 10 мың теңге жібер, қазір Kiwi терминалға барасың, маған 10 мың теңгені фотоға түсіресің дейді телефонға. Одан кейін түсіргеннен кейін мен саған нөмір беремін, нөмірге саласың, мен саған айфонды ашып беремін дейді. Жібердім, 10 мың теңгені жібергеннен кейін телефонды ашып берді ол кісі. Одан кейін Құдай сақтасын деп, одан кейін ешкім кірмейтін болдым. Енді қаншалықты осындай адамдар жиі табылады деген сыңайлы да мысалға. Ол адамдар шынымен жазалана ма, жазаланбай ма деген. Сөзіңіз аузында бізде жаңа 2019 жылы қателеспесем жаңағыдай жағдай болды, тура өзіңіз айтқандай. Біздің Қарағанды қаласының тұрғындар тура жаңағы Apple телефон, iPhone-ды қойып, тура өзіңіздің ситуация. Жаңағы iCloud-ын блокқа қойып тастап, жаңа өзіңіз айтқандай блокқа қойғаннан кейін ол телефонның жай сайман болып қалады. Сіз сияқты жәбірленуші ақша салған, соның жедел іздестіру шаралары барысында жаңағы ақша қайда кеткен, кім шешкен, пашаға анықтап, жас жұбайлар сол кезде есімде әлі. Одан кейін олар жаңағы қайтарып, сол кезде жаңағындай жазасын алған болатын. Если вы не можете оплатить услуги адвокатов, то государство... Көбіне біздің көршілес мемлекеттерден қоңырау шалғанын білеміз. Жаңа мен банк қызметкерімін дейді, немесе біріншіден әңгімені мен полиция қызметкерімін деп бастайды. Сіздің счетыңызда осындай күмәнді операциялар жасалып жатыр. Немесе сіздің счетыңызға уже рәсімдеп қойды кредитті. Олар өздерінің қармақтары ғой, былайша айтқан кезде. Бірден олар бүйтіп адам ұстап алады былай. Гипноз сияқты ма? Гипноз сияқты. И байқасаңыз олар сөз арасында сөз салмайды да, бірден ұстап алады да, былай аузына пауза қоймай жаңағыда айта береді. Саламатсыз, осындайсыз ба, осылай. Олар да енді былайша айтқанда бір психолог. Жаман өнер ғой енді ол, солар. Бірақ өнер жаңағы. Мастер спорта по мошенничеству деймін дейді. Ол алаяқтар сізді алаяқтан құтқарамын деп алдайды да өздері. Біз полиция қызметкеріміз, немесе біз банк қауіпсіздік қызметкеріміз. Ондай да бар ма? Кредитіңіз бар ма, жоқ па деген әңгімеден шығады да, оқтай, мына кредиті бар болса, онда бұнымен басқаша жұмыс істеу керек.
кредиті жоқ болса, екінші сценарий қолданады. План Б деп, Иә, сондай бірнеше кәдімгідей жақсылап дайындалған сценарийлары бар. Кәдімгі бір механизм дейсіз ғой. Механизм бар. Кеңдер біледі, ракет 2019 жылы болды. Индрайвер, қателеспесем, Яндекс или Индрайвер арқылы. Такси желісі ме? Иә, такси желісіне. Бұл алаяқтың құрбандары жаңағы такси өкілдері болды. Сырттан тапсырыс түседі. Мен есімде қалған роддомда әйел болып танысып, Қарағанды қаласының роддомында мен жатырмын. Маған не керек болып тұр қазір? Продукты, азық-түлік. Азық-түлік. Енді өзі шыға алмайын деп тұр. Керек жаттар ма? Сол психологиялық тұрғыдан қарағанда ана кісіге де, мына кісі роддомда жатыр екен, шынымен шыға алмайды. Жаны ашиды деген сияқты ма? Жаны ашиды, көмектесейін, апарайын деп. Иә, обычный заказ ол былай қараған кезде. Оның үстінен ана кісі роддомда отыр енді. Әр адамда жанашырлық бар ғой. Сосын айтады, онда маған керек болып тұрады, маған 20 мың теңге салып жібересіз ба? Карточкаға керек. Сонда олардың счетына 20 мың теңге салып қояды. Иә. Ал жаңағыда бұл оқиға рас болу үшін сонда ана продукты бірден ұсақ-түйекті алғызады да. Иә. Соны сенімің нетіп қалады ғой. Роддомда жатқан адам айтады, мысалы, мен счетымда ақша болмай тұр, бірақ қолымда ақша бар, қағаз ақша қолымда бар дейді. Бұрынызды естімеппін, сіздерден естіп тұрмын. Кезең мен саған қолма-қол ақшаңды берем. Иә. Сен маған азық-түлігіңді ал. Ана кісі сенеді кәдімгідей, ондай болуы мүмкін ғой. Роддомға келеді, орта жолда телефон сөнеді ана кісінің. Роддомға барады, ондай кісі жоқ ол жерде. Сонымен қалады. Интернет алаяқтықпен айналысатын қылмыскерлерді ұстағаннан кейін қандай жаза тартылады ол кісілер? Жазасы жаңағындай 5 жылға дейін бас бостандығынан, бірақ бұл жерде біз тәжірибе көрсетеді. Бір интернет алаяқтық жасаған адам бір интернет алаяқтықпен шектелмейді. Ол неге десеңіз, жаңағы сіздің аузыңыз сөзіңізде ғой, жаңағы Инстаграмға киім жарнамаға қойса. Ол бір рет сатып бітті, Инстаграм бітті, мен бір айлық планымды орындадым деген ондай оларда шарттылық заңдылық жоқ па? Қанша адам? Оңай ақша? Дұрыс па, оңай ақша? Бір рет түседі, 2 рет түседі, 3 рет түседі, 4 рет. Күніне 4-5 адам түсуі мүмкін. Одан түскен адамның мысалға 4-еу арыз жазса, 2 немесе одан да көп арыз жазса, ол жаңағы баптың 3-ші бөліміне ауысады. Яғни қылмыстың бірнеше рет қайталанып жасау ауыр қылмыс. 190-шы бабының 3-ші бөліміне ауысады, иә? Ауыр қылмыс болып табылады. 7 жылға дейін бас бостандығынан. 7 жылға дейін бас бостандығынан айналады. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, то государство... Германиядан келіп, негізі біздің Қазақстанның тумасы, кішкентай кезінде енді кәмелетке толмай тұрып кетіп қалған, Ресейге кеткен, Ресейден Германияға кеткен, 20-ға келіп қойшы елге қайтам деген, елге қайтқан, сыртта жүріп бірнеше алаяқтық дейміз ғой, соның әдістерін үйреніп келген ғой, ақша ұрлау деп карточканы жасанды түрде жасап осында, бірақ басқа елдің азаматтарының счеттары, біздің қазақстандықтардың емес. Басқа елдік? Иә, басқа елдің азаматтарының счеттарын алып, оны енді банкоматқа барса, банкоматтан бірден ұстап қалатын біледі. Өйткені камера бар, не бар, заправкада бензинмен төлеген, карточкамен төлеген, техника қырып, техника алған. Өзі жүрген тексерген қай жерден өтеді, қай жерден өтпейді. Білмейді ғой, қай жерден өтетін. Карточканың дубликатын жасаған? Дубликат басқа елдің банктерінің шетел. Бірақ международный аударым бар, мастеркард, сондай виза. Иә, соны тексеріп өткен ғой. Тексеріп жүрген ғой. Любой. Алтын бұйымдарға дейін барған ғой. Өтті ма, өтті, ала беретін. Сосын ол ойландым, енді ақша керек қой. Ол кезде қасында әйелі болды, кішкентай туған баласы болды, нәресте. Оны не істеймін деді, енді ақша керек болды, өмір сүру керек. Өзінің квартирасы жоқ, жалдап тұрған. Не істеді, ең аяғында Бурабай жаққа барған, казино жаққа. Бурабайға? Иә, Бурабай жаққа барып, казиноға кіріп, карточкамен фишка алған ғой. Өтірік кішкене ойнағанда фишканы қайтарып жерден қалған, сол ақшасын алып алған. Көрдіңіз ба, қолына ақша түсті. Бірақ енді сол біз уже артынан түсіп, Бурабайдан былай қарай қайтып баратқан кезде ұстап алдық оны. Ол жігіт енді қанша 5 жыл отырды
Сонда 21 жасар еді. Если вы не можете оплатить услуги адвокатов, то государство... Бізде 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15-ке дейін скиминг деген қылмыстың түрі болды. Скиминг деген жаңағы банкоматтың карточка салатын жеріне құрылғы қойып, шынайы карточка өткен кезде карточкалардың ішіндегі кодтарын сканировать етеді. Ол алады да, сосын бұл құрылғыны алып, үйде өзінің жасанды карточкалар жасай беретін кездер болды, онда көп болды. Ұстадық та, неттік та, таптық та ондай адамдарды. Байқасаңыз, лампочка жанып тұрады ғой, карточка салатын жерде. Бұл негізі антискиминг. Именно сондай құрылғыны қоя алмайсыз дегенде. Сосын карточкада чип пайда болды. Өзіңіздің жеке тәжірибеңізде соңғы бір, болмаса бір глобалды тұрғыда бір үлкен кибер қылмыс. Қызық сұрақ енді, бұл осы салада істеп жатқаннан кейін ондай көп қылмыстық топты құрықтадық. Ол кезде колеса сайт арқылы адам бөлшек іздеген, запчасть дейміз ғой орысша. Енді көп адамдар редкий машина болды, есімде вот. Редкий машина болғаннан сайман табу қиын ғой. Бір жерде қымбат, бір жерде бар, бір жерде жоқ. Заказ күту керек. Алаяқтар көрсеткен счетқа аударым жасағаннан телефон сөнген, сәйкесінше заказ келген жоқ мысалға. Енді зерттеп, жаңағы жедел іздестіру шараларын жүргізу барысында бұл топқа шықтық. Біз бір айдай айналысып, Қостанай қаласының тұрғындары Алматыға барып алаяқтықтарын іске асырған, жалған жарнама қойған. Жаңағы жарнаманы енді өзіңіз оқысаңыз, ана жарнаманы оқыған кезде бір кәдімгідей бір шеберлермен енді өз ісінің мамандары жазып тұрған шығар. Біз осы рынокта, осы салада 10 жылдан бері істеп жатырмыз, Европамен жұмыс істейміз. Адам не естігісі келеді, сенгісі келеді, сондай объявление тұр да. Бізде барлық түрлер бар. Бұлардың сол кездегі бір күмән тудырғаны 7 күн бойы істейді. 7 күн бойы, воскресеньеде істейді. Солай жазып болған. Мені как раз осы уақытта бізге шығысқа бір фура шығып бара жатыр. Егер қазір алсаңыз, мен сізге доставкасын бесплатно жасап беремін дейді. Сіз енді анау 2 ай іздеп жүрсіз, анау жаңағы автобөлшек. Асқасыз. 2 ай іздеп жүрсіз, ешқай жерден таппайсыз. Таба алмай, ой, таптым-ау деген міне тұр. Ол тағы да жақындатып жібереді. Доставка бесплатно. Кетіп баратыр деп. Күтпейсің деп, қазір төлесең, қазір алып береміз деп. Сондағысы жаңағы объявление өзі платный объявление, топта тұрады. Топовый объявление, топ. Ең бірінші шығып тұратын. Адамдардың бәрі соған бірінші рет хабарласады да. Соны бір жұмада, енді бұл қақпан ғой. Бұл қақпанға мысалға бұл жерде объявлениені бергенде бүкіл регионға беріп тастағанда доставка бүкіл жерге бар деп, бүкіл қалаға. Сол кезде бәр жақтан хабарласады. 40-тан аса анық несінем жоқ, 40-тан аса адамның арызын, біз арыз жазбаған адамдар болды. Арызданған адамдардың ішінен сол адамдармен ол адам сотталып, қазір біздің Қарағанды облысының колониясында қазіргі уақытта 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылып, қазір жазасын өтеп жатыр. Енді осы жерде тағы бір маңызды айта кететін жай, жаңағы бір колеса дейміз, өзіміздің отандық интернет площадка дейміз ғой. Олардың да еңбектерін айту қажет деп ойлаймын. Ертең жұрттар қазір ойбай колесаға объявление бермеңдер, оқымаңдар деп шығып қалмасын. Бірге жұмыс жасаймыз. Олар өздерінің модератор дейміз, бір кәдімгі тәулік бойы жұмыс істейтін тобы бар. Жаңағы Мәдидің айтып отқан бір жарнамасы, ол бір 100% болса, 100%, 95% колесаның модератор тобы ұстап қалады, ондай объявленияларды жібермейді, жарыққа шығармайды. Соның ішіндегі арасынан бір 5%-ның арасында сондай объявление болуы мүмкін. Анау не бар, осы жерде айта кететін жағдай. Колесамен болды көп түрлер. Сіздер енді білесіздер, бір шетелден, көршілес мемлекеттерден болған бұл іс болып табылды. Біз зерделеу барысында сол жаққа шықтық. Объявление қояды, арзан машина, жағдайы бәрі күшті, жақсы. Сіз іздеп жүрген адамға, бірақ бір 500 мың миллионға дейін арзан тұрады. Сосын хабарласқан кезде мен сатып жатырмын, бәрі осындай қалада, бізді көбіне Осакаровканы көрсетті, біздің Осакаровкада Қарағандыда тұр, қазір әкеп беремін. Бірақ срочно балам ауырып отыр операцияда, немесе ағам аварияға түсті деп. Сол айтады, сөйтіп тұрған кезде екінші тұтқаны жаңағы әйел адам жұлып атты, айтады, жылап. Сіз енді қалай түсінбейсіз, біз еріккеннен сатып жатқан жоқпыз ғой деп. Адамның несіне эмоциясына ақша керек. Сонымен қоймай қазіргі түрде шықты олар.
WhatsApp-пен реанимацияның видеосын жіберейік та, енді ана халатта адамдар жойылып, сенбесеңіз осы көріпсіз ғой, так миллионға арзан. Ал анау неден скриншот арқылы кез келген машинені, тұрған жағдайы жақсы машинені түсіріп алады да, соны күн беріп жүреді. Бітті, содан адам ананың несіне сеніп, бір жағынан машине арзанға түсіп жатыр, бір жағынан ойлап тұр ғой, енді сауапсыз жасап жатыр, мынау адам ауырып жатыр, көмектесем деп. Ақшасын бәрін сатады, енді андай да случайлар болды. Алламен ант етем, клянусь Аллахым деп мысалға адамдар Алланың аузына алып адамдар алдады да сенбей. Себебі енді адамдар көбіне бір сенеді, сондай сеніп қалатын адамдар болды да. Сондықтан мұндайға колесадан жаңағы ауырып жатырмын етін десе ешқандай ақша жібермеу керек. Қазір не бірге оқығандар бар, құдалар бар, туыстар бар, әріптестері бар. Кез келген адамды попросить етіп, орысша айтқан кезде барып көріп берші, өз көзіңмен көрші деп, көзіңмен көру керек. Не нәрсе болмасын, ол басқа қалада болып жатса енді Крыша, KZ маркет дейді, OLX дейді, өздерін айтқанда колесо дейді, олар көп. Жалпы сол алданбау үшін кез келген дүниеге өзінің көзімен бірінші көріп, дәлел екеніне, рас екеніне көз жеткізу керек қой. Олар науқанды пайдаланады, науқан. Науқанды. Бұл енді алдында басында атап кеткендей жаңағы банк қауіпсіздік қызметкері ретінде хабарласады ғой. Қоңырау соғады. Назар аудара кеткен жөн, жәбірленушілер тарапынан біз көріп отқан алданып қалған адамдарды айту мүмкін. Маған хабарласты ғой, Қазақстан Республикасының нөмірінен дейді. Қылмыстық істі талдау барысында жаңағы анықтаған сәттер бар. Бұл сәтте абоненттік нөмір қоңырау шалған кез келген болып келеді. Себебі бұл қылмыскерлермен, алаяқтармен, орысша айтқанда подмена номері деген программа бар. Шетелдің бағдарламасы программасы болып табылады. Мысалға айтыла кетсек, мысалы қазіргі уақытта сіз бізбен подкаст жүргізіп жатқан кезде сіздің ұялы телефоныңыз арқылы мысалы біреуді алдап жатуы мүмкін. Осы программаны қолдану арқылы. Ұялы телефон ғой. Бұл бірінші мәселе. Нөмір арқылы. Нөмірді өзіңіз. Сіздің нөміріңізге өзгертеді өз нөмірін. Бұл жерде әр адам былай ойлайды, бұл менімен болмайды. Менімен болмайды бұндай жағдай деп ойлайды. Себебі кейбір қылмысқа құрбаны болған жәбірленушімен сөйлескен кезде айтасыз ғой, сіз білмедіңіз бе осылай болатын. Мен негізі білгем дейді, білгем, көргем, маған айтқан, бірақ мен ойлаған жоқпын мұндай менімен болатын. Соның өзінде алданып қалып отыратын адамдар бар. Осы қақпанға түспеу үшін не істеу керек деген сияқты алдын ала шаралар қалай қолдану керек? Сон бір өздеріңізден бір кеңес болса деген сияқты. Ең бастысы өз жеке дербес деректерді ешкімге беруге болмайды. Ат жөні, иін, жеке куәліктің көшірмесі, карточканың фотосын, срок действия дейді ғой. Кез келген документ, мысалы құжат. Немесе AnyDesk, TeamViewer деген программалар бар. Программа удаленного доступа дейді ғой. Сондайларды жүктеуге нұсқау береді. Немесе ссылка жібереді. OLX-қа қазір көз көрген көрермендердің көбісін етеді. Өзімізде мысалы, мен жұбайымда мысалға да кез бір затты неге қоясыз ғой, жарнамаға. Сізге бір 10 минут, жарты сағат болмасын, көбіне хабарласады. Мен осындай адаммын, сіз Қарағандыда болсаңыз, мен Ақтөбедемін, Атыраудамын, қазір баруға қиындық туындап тұр. Сондықтан мен сізге қазір ссылка жіберемін. Бұл жаңағы мысалға көбіне айтады OLX-тің доставкасының қызметі. Курьерская служба доставки дейді. Осыны ол келгеннен кейін ішіне адам жазады, сіз аласыз да өз неңізде 16 цифрыңыз жазып бересіз, CVV код бәрін жазып бергеннен кейін сіз енді өзіңізге доступ беріпсіз ғой, удаленно. Ішіңіздегі ақшаңыз суырып алады. Және де ақша болмаса олар айтады, ішінде кем дегенде 20 мың теңге болу керек деп өздері айтады. Енді жаңағы сенген адам ол барады да терминалға 20 мың салады, сол 20 мың аналарға салып беріп тұрғандай болды мысалға. Сондықтан біз айтамыз профилактикалық шараларда да, бұған дейін де айтылып жатырмыз. Сонымен қатар сол OLX-тің өзінің басшылары бейнеролик шығарған болатын. Бізде ондай мүлдем жоқ, ондайға сенбеңіздер деп кеңес. Ондай OLX курьерский доставка деген мүлдем жоқ. Жалпы рахмет. Бүгінгі біздің осы киберқылмыс, жаңағыдай интернет алаяқ тақырыбында көптеген әңгіме айттық, мысал айттық, келтірдік, алдын ала шараларын да айттық, не істеу керек, дәл осындай жағдайға тап болған жағдайда қандай шара қолдану керек, кімге хабарласу керек деген сияқты. Егер сіздерге біреу индрайверден хабарласып 20 мың теңге салды десе, салмаңдар, колесодан запчастьқа бір запас жер десе жібермеңдер деген сияқты. Сондықтан сіздерге осы ақпаратты бергендеріңізге рахмет, алғыс айтам, келіп уақыт бөлгендеріңізге рахмет. Осымен біз өзіміздің видео подкастымызды аяқтаймыз. Баршаларыңызға рахмет. Көрермендер біліп, алдағы уақытта дұрыс тәжірибеде бұны қолданады деген ойдамын. Рахмет сіздерге. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, то государство...